Хау-USD қозғалысы осы аптада боковик қозғалысқа көбірек түсуі мүмкін, или импульс болатын болса, шортқа қарай көбірек импульс жасауы мүмкін. Бұл менің анализім. Менің анализім болғанда да мен бір қатты кірісіп осы аптада анализ жасамадым. Сразу ашық айтайын, мен басқалардың жасаған анализдерін өңдеп, тексеріп оқып шықтым, болды. И мен осы аптада бір қатты бір Хау-USD-ға бір план жазып, миымды қатырып, ондай нәрсе істеген жоқпын, сразу айтайын. И істеуге кішкене менің желанием болып тұрған жоқ. Сондықтан тек кім дайын анализ жасады, солардың ғана оқып шықтым. Не үшін ондай болып қалды? Потому что мен алдыңғы аптада ФРС-ке қатты дайындалдым, прям қатты дайындалдым. Сөйттім да, бір күнде мен білмеймін қанша бет оқып тастағанымды, бірақ 4 сағат қатарынан орнымнан тұрмай, осы креслодан вообще бір көтерместен өзімді прям отырып оқыдым, солай кәдімгідей жаман қатты дайындалдым. Өзім нерв жағынан да, и бұлай көп оқи бергеннен де қатты выгорать етіп қалдым. Сосын сол ФРС өтті, ФРС өткеннен кейін 2 күн мен өзім маркетке кіре алмадым. Кіре алмаған, мен түсініп тұрмын, шорт болатынын көріп тұрмын. Мен уже ФРС-ке анализ жасап барын бүкілін уже мен білемін да. И мен ФРС-те де кіріп плюс ұстап шықтық. Мен прям сол кезде ФРС-ке қатты дайындалғаным соншалықты, мен 2 жақтан Zoom конференциялар қосып тастадым да, и сонымен біздегі қазіргі оқып жатқан студенттер бар ғой, вот солармен бірге лайф трейд жасадық. Барлығы лайф трейдтен плюс өте жақсы плюстар ұстады да. Бірақ мен содан кейін қатты шаршап қалдым. Келесі күні 2 күн вообще маған жазғандарға жауап бергім келмейді. Сосын вообще-то қалай айтатын еді, өзім вообще рынокқа кіргім келмейді, миым ашып кеткен, сөйтіп ойлап қойған, может Хау-USD тастап кетіп, акцияға қарай кіріп кетсем ба деп ше. Потому что енді акцияда свинговый анализді бір отырасың да, бір күн отыр, болды уже сен 1-2 ай боссың. 1-2 ай бойы сен уже боссың да. А вот тут такое дело, Хау-USD-ға сен күнде отырасың. И при этом бір анализ жасау үшін бір жаңалыққа 3-4 сағат уақытың кетеді. И это как минимум. А мен кәдімгідей бір өзім қазір жаңағыдай полный анализді жасап, шешім қабылдайтын менмін. Мысалы, менен басқалар оқиды, командада қыздар оқиды, командада жігіттер оқиды. Осындай болды деп айтады маған. Бірақ мен оны перфекционизм дей ма? Қалай дейді? Вот сондай нәрсе болады да менде. И мен өзім оқып шығуым керек оны. Өзім көруім керек. Өзім кім не айтты, бәрін салыстыруым керек. Алдыңғы жаңалық қалай шықты, алдыңғы көрсеткіші қалай болды, мен өзім көруім керек. Өзім деп, өзімді шаршатып жібердім да. Сосын осы аптада енді жаңалықты аз ғой енді бұл аптада. Сол үшін бір қатты кірісіп, бір барымды салып, алдыңғы аптадағыдай ондай бір қатты кіріспеймін, но примерно анализді апталық анализбен құрастырып, сонымен жасап дайындап қойдым. И менің анализім бойынша осы аптада бізде шорт или консолидация, боковик болады и все. Ал сіздің ойыңыз қандай? Комментарийға жазыңыз.